Amam, Жолдыбаева Жеңіс, Тайырба Ұлдай, Медеуқұлова, Медеуқұлов Қалибай, Ермақанова Бейбіржамал, Мақсұтова Назиба, Аңалиева Күнжегіл, Сүлеубаева Бақтығыл, Өмірғалиев Қалғыбаға, Азиева Күнмірза, Рысқалиев Ашағын, Досуанбаева Ұлмекен, Исенбаев Үрсілек. Жазылған кісілер осы айтқансы кешіресіз шығымыздар. Күйеулерде кеткенді шыға берсіңдер. Arkamda sağ
рахмет. Қош келдіңіздер. Құрашылықтардан сөз. Білім алу жолына әрі қарап жалғастыруға бітіріп шыққан едік. Міне қазір әр қайсысы осы жігіт қыздардың барлығы әр маманның саласының жетекшілері, өздерінің мамандардың иесі. Мынау бітіріп атқан жас балдарға да менің тілерім, Ілайым сендердің қанаттарың талмасын, алар асуларың биік болсын. Сол асулардан қиналмай, сүрінбей өте беріңдер, талаптарың таудай болсын. Армысыздар, ауыл тұрғындары, ұстаздар, жерлестерім, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Міне біз сағынышпен туған жерімізге, ұстаздарымызға тағзым етуге келдік. Біздің келе алмай қалған класстастарымыздың атынан сәлемімізді қабыл алыңыздар. Және ұстазымыз Көбейсін ағай, Өмірбек ағайдың да сәлемі бар. Қазір өзіміз ішке кіріп слайд көрсетеміз, сол кезде ағайлардың өздерінің арнаған тілектері бар, соларды тыңдайсыздар. Мен міне бүгін сағынышпен келіп отырған барлық класстастарымызға Қазақстаннан келіп отырмын мінекей. Барлығының қадамдары құтты болсын деймін. 50 жылдықта да, 60 жылдықта да, 70 жылдықта да басымыз бұзылмай кездесе берейік. Қазіргі міне мектепте бітіріп отырған түлектерге қанаттарың ешқашан талмасын. Алға қойған мақсаттарыңа ерте беріңдер. Студент болыңдар, жоғарғы оқу орнына түсіңдер деп тілек білдіремін. Барлықтарыңызға да дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Армысыздар, мынау құрметті де қадірменді ауылымның азаматтары, мектептегі ұстаздар, оның түлектері, оқушылары, қадірлі мұғалімдер, барлық осы жамиғат. Бүгін әрине біз толқып тұрмыз, қатты қуаныштамыз. Арадан сонша уақыт өтіп, біріншіден ауыл деп ауылға сағынышпен келіп тұрмыз. Мектебіміз, оқытқан мұғалімдер кешеден бері жиналып, барлық осы балалық шағымызды, жастық шағымызды, мектепте өткен барлық дәурен уақыттарымыздың бәрін еске алып, қуаныш қатты. Енді бұл сезімді жеткізіп болмайды. Біріншіден мына бүгінгі мектеп ұжымына алғысымыз шексіз. Мынау бүгін бірінші классқа сыныпқа бала қабылдап жатыр, 11-ші класты шығарып жатыр. Біздердің 40 жылдығымыз деп 3 тойды бірге тойлап жатыр. Осы барлық тойымыз барлығымызға құтты болсын. Мынау жас жеткіншектер келешекте осы Мыңғылақ деген елді күллі әлемге жаңағы естіртетін, осы Мыңғылақтан шыққан деген атқа ие болатын азаматтар болып жетсін. Мына 11-ші класста мектепті бітіріп жатқан түлектердің алды жақсы үлкен оқулар түсіп, білімдерін шыңдасын. Мынау мен өзімнің осы қырғызбек кездесуімізге мектепке арнаған өзімнің жүректен шыққан бір 4 шумағым бар. Тәрбие мен білім берген мектебім, өзіңді өтті күзім, қысым, көктемім. Балалықтың, жастық шақтың дәурені, білмей қалдық 10 жылдың да өткенін. Содан соң біз жаңа өмірге аттанып, жалғастырып білім жолын шаттанып, 82 түлегіміз деп жүреміз, шын жүректен мектебімізбен мақтанып. Алыста аңсап жүрген түлегім біз, сағыныштан алып ұшқан жүрегіміз. 40 жылдан соң келіп тұрмыз кездесуге, орындалып көптен бергі тілегіміз. Дидарласу, жүздесу бұл ғанибет, осы күнге жеткізген күш, құдірет. Еске алып балалықтан сыр шертуге, ал мектебім қабылдайсың, қабылдауға ұлсат ет. Құрметті, біздің осы жерде біз бітірген жылы бізді оқытқан бір ұстазымызға қарап отырсақ, ол кісі Аманғарай Қалдыбай ағай бізге математикадан сабақ берген 7-8-9 жастағы. Сол кісіге біздің атымызда шапан бар. Басқа өзіміздің ұстаздарымыз Қазақстандағы бар ұстаздарымызға қадар бергенбіз. Камераға түспей қалды. Және
осы біздің Алтия мектебімізге мынау 2 микрофонды колонкасымен усилительді жігіттер алған екен, сол подарка мінекей. Мына біздің 1982 жылы бітірушілердің естелік. Бізге көш басқаршы болған Көбейсін ағай және Өмірбек ағай екеуіне сыйлық біз дайындап қойдық, ертең барғаннан кейін беріледі. Ал Қалдыбай ағай әрі жездем, әрқашанда бізді алдымыздан күтіп тұрыңыз. Алда қуат берсін, деніңізге саулық берсін. Апам да қасыңызда, қартаймай бірге жасаңыз. Келмей қалды ғой апа.